айтты маған ақылдар, көрінбейсің ісіңде уақыттағы алтынды, жұмсап жүрсің көшеде сенің қандай мақсатың. Сәлем достар, біз 2000 жылдық тарихы бар Қазақ халқының рухани және тарихи жауһары Тараз қаласындамыз. Ендеше біз бастаймыз! Айда, жүр. Кет. Бір орында тұрсаң. Қазір болмаса, қашан мен айтам, сезімді іштен жасыра алмасам. Қазір болмаса, қашан мен айтам, сезімді іштен жасыра алмасам. Тараз тарихты тербеген көне мекен. 7 ғасырдан бастап жазба деректерде аталған бұл қала Ұлы Жібек жолының бойында жайғасып, мәдениет пен сауданың тоғысқан ордасына айналды. Әл-Мақдиси Таразды берекелі қала деп атаған. Ал археологтар тапқан көне жәдігерлер оның ежелгі заманнан ақ өркениетті шаһар болғанын паш етеді. Тараз Қарахан әулетінің бас қаласы болған қала. Орта ғасырлық сәулет өнерінің шоқтығы биік туындылары дәл осы өңірде бой көтерді. Ең танымалы Қарахан кесенесі. Аңыз бойынша бұл жерде Қарахан мен Айша бибінің шынайы махаббаты мәңгілікке тоғысқан. Екі кесене, екі жүрек, екі тарих, бірақ бір хикая. Қарахан кесенесі Қарахан әулетінің бір бейілді өкіліне арнап салынған. Шамамен 11 ғасырда салынған бұл кесене 1906 жылы реставрациядан өтті. Қарахан кесенесі туралы айтар болсақ, ол 4 бөлмеден тұрады. Ортасында орталық залында ол кісінің Қарахан мемлекетінің билеушісі Шах-Махмұт ханның жер-бесігі орналасқан. 4 бөлменің 2 бөлмесінде қазіргі таңда Тараз шаһарынан табылған жәдігерлер орналасқан, көрме залдары. Және де жанында осы байқасаңыз тас тұр. Бұл тас көне түркі ойыны, тоғызқұмалақ ойынын ойнауға арналған тас болып табылады. Кеңес үкіметі тұсында бұл кесене жаңағыдай музей ретінде пайдаланылған. Содан қалған экспонаттардың бірі. Кесене күшті ғой, әдемі, бірақ мен тоғызқұмалақ ойнаған деген қызықтырып тұр мен. Мынау тоғызқұмалақ деген ойынды білетін шығарсыздар ғой. Мен құмалақты ойнайды ғой. Мен класстасым чемпион еще. Короче, мынау сол кезден бері сақталған тас. Мынау былайынан жатады. Шерпек дейді. Шерпек деп атады. Тоғызқұмалақ деген ойынды қалай шығарған дейді ғой. Жалпы ол құмалақ деп айтқаннан кейін ол қойдың енді мал жағалап жүреді ғой, енді бұрын аталарымыз, ата-бабаларымыз. Кез келген жерге отырады да, жерден осылай мынандай осы іздерді салады да, екі малшы бір-біріне қарап алып, құмалақпен ойнап, мен солай шықты деп ойлаймын осы ойынды. Бұл кесенеде Қарахан мемлекетінің ханы Шах-Махмұт хан жерленген. Яғни ол кісі осы территорияда өзінің мемлекетін құрған. Қарахан деген жалпы мемлекеттің атауы ол. Территориясы өте үлкен болған, қазіргі Қырғызстан, Өзбекстан, сонымен қатар Қазақстанның жерін алып жатқан үлкен алып мемлекет болған. Және де Шах-Махмұт хан тұсында мемлекеттік дін болып ислам діні жарияланған. Сол себепті де осы кесене маңдайшасына кәлима жазылған, яғни Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі деген. Себебі сол тұста Қарахан мемлекетінде мемлекеттік дін ислам діні болып саналған және қабылданған. Қарахан мемлекеті жайлы Таразда ғана емес, Өзбекстанда да, Қырғызстанда да тағы көруге бола ма? Әрине, тарихи мәдени ескерткіштер Қарахан дәуірінің ол жақтан да кездестіруге болады. Кесенелерін ба әлде осындай? Кесенелерді. Бір қарағанда бұл жай ғана кесене болып көрінер, бірақ бұл шын махаббат, адал махаббаттың символы. Бұл 11-12 ғасырдағы сәулет өнерінің жауһары. Және де байқасаңыздар, бұл кесенеде әрбір тас бір-біріне ұқсамайтын, 62 өрнекпен өрнектелген, және де ең қызығы басқа шетелдік зерттеушілердің барлығын таң қалдырған кесене. Біз қазір Айша биби кесенесінде тұрмыз.
Айша Бибі тек қана тарихтағы Ханшайым емес, оның Қараханмен махаббаты барлық Netflixтегі драмадан асып түседі. Қарахан мен Айша Бибінің махаббат аңызына тоқталатын болсақ, екеуі бір көргеннен бір-біріне ғашық болған, және де Айша сүйіктісіне бара жатқан жолда күтушісі Бабача хатунды бірге алып Аса өзеніне тоқтаған екен. Аңыз бойынша басында ұлттық бас киім сәукеле болған, және де сол сергі балайын деп Аса өзеніне тоқтаған кезде даланы улы жыланнан шағып өлтірген. Оны естіген Қарахан өзінің молдаларымен жолға шығып, жаңағыдай неке қиған екен. 3 рет Айша сен енді Бибі атандың деп, яғни ол Бибі үйленген қызға берілетін атақ. Сол кезден бері Айша Бибі атанып, екеуі о дүниеде де осы дүниеде де бірге болсын деген ниетпен неке қиысқан екен. Махаббат аңызының 28 түрлі нұсқасы бар. Кейбір нұсқасы бойынша Айша Бибі қуаныштан жаңағыдай махаббатқа толып, жүрегі жарыла жаздаған дегенде нұсқалары бар. Сонымен қатар ата-анасы қарсы болған дегенде нұсқалары бар. Себебі Қарахан басшы болғаннан кейін, билеуші болғаннан кейін кез келген жорықта, яғни жаулармен жорыққа шыққан кезде қайтыс болып, Айша жесір қалып қалуы мүмкін болған. Сол үшін қарсы болған деген нұсқалар да бар. Бұл жерде 2002 жылы реставрация болды деп естігем. Тіпті көзге де көрініп тұр. Сол жайында айтып беріңізші, сонда 2002 жылға дейін бұл жерде тастардың барлығы осындай болған ба? Осы кейіпте? Иә, осы кейіпте болған. Батыс қақпасы ғана сақталған, әйнек жабынның астында. Кейіннен толыққанды реставрация жасалған болатын. Қазір реставрация ұйымының Түркістан филиалымен осындай реставрация жасалды. Байқасаңыздар түпнұсқасынан айнытпайтындай қылып, реставрация өте жақсы жасалған. Сонда бұл жақтың барлығы қирап қалған ба, әлде қалай, қандай состояниеде болды? Иә, қирап қалған. Яғни осы батыс қақпасына дейін қирап қалған. Мынаның барлығы болмаған. Күмбезі де, алдыңғы бас қасбеті де болмаған. Тек батыс қақпасы әйнектің астында болған, сақталған. Кейіннен реставрация жасағаннан кейін осының барлығын қалпына келтірген. Мына бөлігі бізде қалпына келтірілген, мына бөлігі бізде түпнұсқа. Арасында бірақ бұл жақта да реставрацияланған кірпіштері бар. Бірақ осы батыс қасбеті бізде түпнұсқа болып саналады. Сонымен қатар мен бір ақпарат естігем, әр тастың құрамында қателеспесем 100 элемент бар екен. Ол рас па? Сүт бар, жүндер бар, иә? Шұбаты да бар, қымыз да бар екен. Әлі күнге дейін бұл терракотаға кірпіштердің құрамы зерттелініп келе жатыр. Яғни малдың сүті, қылшықтары, жүні қолданылған деген деректер бар, мықтылық бекіту үшін. Және де осы сазбалшықтың өзі Өзбекстаннан алып келген деп айтылады. Себебі қазіргі кірпіштерден де байқайсыздар, құрам мүлдем басқаша ұқсамайды. Ол кезде яғни ерекше бір құраммен жасалған, әлі күнге дейін зерттеліп жатыр. Жартылай мұнарасына назар аударсаңыздар, 18-ші кірпішінде арабша жазулармен «Көз бұлттар жер ғажайып» деген сөйлемді байқауға болады. Яғни ол Айшаға арналған өлең жолдарының үзіндісі болып келеді. Бабача хатун кесенесін кім салғаны белгісіз, яғни бұл жазудан белгілі болған. Бұл Бабача хатун кесенесі оның құрушысы деп әріптері тұспаған байқасаңыз. Және де ішінде жерүсті қабірі жоқ, сонымен қатар күмбезі орнатылған ерекшеліктері. Қарахан мен Айша Бибі махаббаттың символы болса, тек тұрмас рухтың символы. Бұл үшеуі тараздың қасиетті үштігі. Егер тараздың жаны бар десе, ол осы жерде, Талас өзенінің үстіндегі биік шоқы. Аспанға бір табан жақын, аңызбен араласқан тарих. Қазір Тараз жай ғана көне қала емес, заманауи бағытта дамып келе жатқан дамушы қала. Жаңа мектептер, ауруханалар, спорт кешендері, мәдениет үйлері бәрі де халық үшін салынып жатыр. Қалада бірнеше университет бар. Жастар ғылым мен технология саласында жақсы жетістіктерге жетіп жүр. Оқу мен ізденуге жағдай жасалған. 59 кітапхана, коворкинг аймақтар, мобильді кітаптар, үлкен оқу залдары жұмыс істейді. Кәсіпкерлік те жақсы дамып келеді. Мысалы, құрылысқа қажет материал шығаратын, фосфор мен тыңайтқыш өндіретін, сүт өңдейтін, күнбағыс майын шығаратын, киім тігетін зауыттар да ашылып жатыр. Жалпы Тараз дамып жатыр.
Осы қасиетті топырақта Бауыржан Момышұлы, Шерхан Мұртаза, Тұңғышбай Жаманқұлов, Елдос Сметов секілді еліміздің үлгі тұтар азаматтары дүниеге келген. Тараздың болашағы жарқын, жастардың айтуы бойынша қала әлі де өсіп өркендейтін, жаңғырып дамитын шаһар. Қыздар айтыңыздаршы, Тараз сізге ұнай ма? Тараз бізге өте қатты ұнайды. Тараз өте дамып жатқан қала. Яғни Таразды көне қала дейді, бірақтан бұл Тараз өзінің бір ерекшеліктерімен, өзінің әсем жерлерімен, осы көнелігімен бір ерекше болып келеді. Тараздың әрбір жері тарихқа толы, Тараздың әрбір жері адамға жаңа эмоция береді. Сол үшін де маған Тараз өте қатты ұнайды. Тараз қаласын басқа қалаға айырбастамас едім, өз туған қаламда. Себебі ауа райы да ұнайды, адамдары да сондай приветливый, дружелюбный. Ал не ұнамайды Таразда? Не ұнамайды дегенде, мысалы басқа қалалармен салыстыратын болсақ, бізде көбінесе жаңағыдай тауға саяхат, мысалы Алматыдағы Көктөбе сияқтыларды бір қалыпқа, яғни бір жаңа нәрселерді, туындыларды ашып, бізде туристерді шақыру керек сияқты бір ойлар жиі мазалайды. Бірақ та бұл жер яғни киелі жер ғой, басқа қалаларға қарағанда. Киелі жер деп көбісі тек тарихтың жаңағыдай тереңдігін ақтаруға келеді. Көптен киелі адамдар, тарихта есте қалған адамдар бар ғой, солардың жаңағыдай көбінесе молалары, кесенелері осы жақта салынған. Негізі Тараздың жаман жері жоқ қой, бірақ ана Тараз туралы адамдар ойлайды андай, Тараз өте көне қала, Таразға ділдә бөліне ма деген. Сол ұнамайды маған. Негізі ділдә бөлінбейді, келсеңіздер өкінбейтін қалашы. Негізі келіңіздер, көріңіздер, сосын барып сөйлейсіздер. Көрдіңіздер ғой, қалай? Рахмет, көп күндеріңіз сәтті өтсін. Осылай құлпырып, жайнап жүре беріңіздер. Таразға келіңіздер, құрметті көрермен. Шақырамыз ғой. Әрине. Менің берім басқа әлемде күнде жұлдыз барын білемін сол маңда бақыттан болам ба. Достар, біз қазір Тараздағы ең үлкен базардың біріндеміз. Біз бұл жерге не үшін келдік? Бұл жерге біз челленджді орындау үшін келдік. Қандай челлендж дейсіздер ғой? Қазір Баукамен жарысамыз. Міне, қолымда 2-5 теңге тұр. Саған біреу, ескісін ал. Мен жаңасын аламын. Бұл 5 теңгеге кім көп тамақ алады, заттар алады, сол жеңеді. Кім жеңіледі? Сол келесі барған қалаға танымайтын адамдардың тойына кіріп, тойды көтеріп, тамақ ішіп көңіл көтереді. Дайынсың ба жеңілуге? Мен неге жеңіледі деп тұрсың сен? Сен жеңілесің, өйткені мен өте жақсы саудаласам. Давай, жарысамыздың болды ма, кетті ме, басталды ма? Жеңілуге дайындал. Қатты. Мен негіз өзіме көп қойын, достар. Қазір жеңілсем ұят болады, бірақ енді жеңілмеуге тырысамыз ғой. 5 теңгеге тамақ аламыз. Бір-бірімізге мешать етпей, реально ойын ойнап жатыр. Мен реально білмейтін бұл ойынды бұлайынан келіп, маған челлендж деп тыға салатын ше. Қазір көреміз енді қалай болады. Негізі мен сауда дегенді өлтірем бауырларшы. Мамамен біраз көп жүрген ғой, ескі қазірді Қызылордада. Мобилограф емес қой, оператор ғой. Тәте, қалайсыздар, жақсыздар, жағдайыңыз қалай? Мөлдір Бауыржан. Жоқ, біз не түсіріп жатырық, ютубқа шоу ғой. Қызық, мен түсірем, жоқ, одан барын мынандай болып тұр, саудаласайықшы екеуміз деді. Жестко саудаласайықшы. Не хочешь поторговаться? Поторговаться? Давай, что хочешь? Короче, а где у вас этот? Клубника. Только клубника? Не, мне не только клубника нужна. Мне да, ассортименты где? Айгүл тәтеге барайын ба? Айгүл тәтеге. Айгүл тәтем, ақ тәтем менің, Айгүл тәтем, сіздің маған көмегіңіз керек. Қалайсыз? Есім Бауыржан. Насыздар, амансыздар. Маған 5 теңгеге әртүрлі фрукты болсын, овощи болсын, әрқайсысынан алу керек болып тұр. Бәрі 5 теңге туралау керек па? Бірақ барынша көп керек.
жоқ андай емес. Ақшасы 5 мың теңге, бірақ одан көп болу керек. Жоқ, мен сізге 5 мың теңге. 5 мың теңгеге анау Түр-түрінен. Иә. Қазір біраздан мен алмаймын деп тұрмай. Жоқ. Жоқ, бұл түскен үшін қанша бересің? 5 мың теңге? А, түскен үшін? Гонорар ма не затау сіздер? Ман. Бәрі ақша. Жоқ, түскен үшін сұрасақ, жынсың ба? Тәте, сіз вообще көбіне касат тұрдыңыз ғой? Мен несін салдым? Айгүл тәтемнің жұмысына араласпаңызшы. Все прям очень аппетитное. Тоғыз, маған уже ұтылып қалам ба не? 9 теңге жоқ қой уже. Тәтем ағам бар ғой, 5 мың теңгеге көп зат алу керек та, көп зат алу керек. Не аласың, не жақ тоғыз. Қаншадан ең арзан баға бересіз бе маған? Көп зат аламын. Пакет беріңізші. Весаны көріңдер. 100% мін 1 кило. Бірінші мен алған затын көрейін енді қанша шығады. Тәтемді есептеп берсеңіз. Есептеп беріңізші қанша шығады. Міне 800-ден 380 теңге. Бірақ зат алған кезде дұрыс айтқандар біз. Тәте бұл домашний, иә? Тәтті болса аламын. Аламын өте? 215 мында менде 1715 теңге шықты, иә? Міне 1720 теңге. Ала қойыңыз. Бұнда қанша қалды? 3280. 3280 теңге алдым, достар. Мен бар болған 1720 теңгеге 3 зат алдым, бірақ енді бағаласаңыздар көп та, бәріне жетеді негізі. Қысылмай ұялмай. Құлпынай аламын. Здравствуйте. Сәлеметсіз, тәте. Құлпынай сіздікі ма? Үсін? Тағы 50 теңге. Міне, 4 зат алдым. Енді қазір міне қанша шығамын есептеуім керек. Все прям очень аппетитное, свежее. Покупайте у Айгүл тәте. Айгүл тәтеге келіңіздер барлығыңыз. Осы жерден фрукт овощ алыңыздар. Мен сізге 5 мың теңге үстіне тағы 5 мың теңге есеп беремін. Міне, уже есептеп жатырық. Маған неше пакет? Так. Тәтеме ұтылып қалмай. Ан жақта да 5 мың теңге заттар алып жатыр олар. Ондай. Сәл кішкене. Олар көп зат алатын сияқты ма деп ойлап тұрмын да, бірақ. Менде шамамен бір... Мә, достар, бауға көп зат алып жатыр. Самса қаншадан? Самсаға қаншадан? Менде өте аз ақша. Міне, 250-350 теңге. Маған үшеуін бересіз ба? 350-360 теңге. Негізі қаншадан? Қаш. 50 пайыз қысып бітеді. Рахмет сен көп қашадан Баукада заттар көп екен. Енді мен 2 мың теңгеге өте көп зат алуым керек. Айгүл тәтем істеп жатқан қарасыңдар. Ана тұр ғой, үйіліп тұра пакеттің бәрі менікі ғой. Аружан, ұтылдың ғой сен бүгін. Сен ұтылдың. Все, осы жерден тоқтай сал. Аружан, қаршы. Тойға дайындал лучше. Қандай көйлек киіп барасың, бәрін дайында соны. Баланың бар еще. Ё-майо, ойландаршы, 5-6 килограмм, осының барлығы 5 мың теңге шықты. Бұның ішінде огурцы, помидор, банан, өрік, алма, черешня, тағы не бар? Мандарин, персик, йоу! Все самое вкусное дейсің, олар өтші. Міне, мен мынан барлығы үшін 5 мың теңге болды ғой. Сіз ренжімейсіз. Міне, 5 мың теңгесін бердім Айгүл тәтем. Мен 5 мың теңгеге бүгін бір пакет фрукт овощ алдым. Рахмет сізге өте көп рахмет. Саудаңыз өте берсін. Қобалжыптым. Түсірейін ба сіздерді? Түсір. Құрт бар ма? Бар. Қайма. Құрттарыңыз қаншадан? Мына 3 мың теңге. Аружан, анау жүрді, короче. Мен көрсетсем пакетімді қазір. Ойбай, тәтем, не тек қана 5 теңге бар, 5 теңге мақып беріңізші. Ару! Скидкамен бересіз ба? Менде де көп, ойнама. Анау көп дейді, білмей тұр ғой ішінде не бар екен. Жоқ, одан былай тұрсын. Негізі базарда, мысалы, Аружан бағана көрдіңіздер ғой, жан-жақтан теріп алып жатыр да заттарды. Мен барамда бір ападан, менталитет сондай да, сауда істеген бір адамың сонымен до конца алып тастау керексің ғой енді. Мен сөйтіп ойлаймын. Ал Аружан болса жан-жақтан теріп оны. Мен просто 5 мың теңге бір тәтеге бердім, маған осыған көп зат беріңіз дедім, маған осыншама зат берді. Мен қуаныштым, мен жеңдім деп ойлаймын уже. Әлі жүр. 5 өресі 5 теңгеге? 2 мың теңгең бар.
Жоқ, мен қазір жеткізу керек, тәте 500 теңгеге беріңізші, пожалуйста. Все, тәте тағы да, тәте екеу бересіз ғой, біз команда жетеді адам еді. Жеткізуге, өтініш. Рахмет. 7-40, 500 теңгеге. Құрт 30 теңгеден берді маған. 30 теңге. Рахмет, көп сыйларыңыз өтсін. Маған пакетті жеткізіп. Ұтылдың ба? Чотап. Ойындайсың ба? Нені мойындауым керек? Ұтылғанды? 6 пакетіңмен кеп тұрған ше маған. Солай Мен ма? яқта 10 килограмм болып кеп тұрмын, ё-моё. Жоқ, мен санайым ба бірінші? Сана. Неге мен санайым? Сол, ұтыласың. Сен нағыз бір нәрсе білдіріп кеп тұр осы кезде бар ғой. Шығар көресің. Давай, санаймыз ба? Мен тез ұтқанымды естігім келіп тұр. Ладно, санайық. Менде бірінші Бір. банан, одан кейін өрік. Тездеш, өтіш, тез ұтылғанды мойындаш. Мынау не? Апельсин, 3, алма, 5, өрік, 6, қары өрік, 7, помидор бар ғой, қызанақ. 7, 8. Огурцы десең. Және апорт алма. Сонымен общий менде 9 пакет алдым. Осының барлығы. Саудаласпадың ба? Саудаласқан жоқпын мен. Мен не істеймін саудаласып? О тәтеге айттым, осындай деп. Давай деп. Жақсы, мен кесегім бе? Нағыз қазір бір майда бір нәрселер әкеп тұр ғой, ё-моё, адам нервісіне тиіп. Майда емес, ондай шарт болған жоқ бізде. Шартты еске аламыз достар. Кеттік. Пирожки алмағанша. Пайдалы. Давай, санайық. Алма, бір. Қой, сен қойып тұр, е? Давай. Бір. Алма кетті. Менікінің кішкентай. Өрік те. Абрикос 3. Құлпынай 4. Дұрыстап қой. Банан 5. Пирожки 6. Айттым ғой, ё-моё. Құрт. Неше болды? Сен 7. Неше болды? Лимон ше 8. Мынау не? 9. Мынау не? Тоқтады, ол саналмайды. Бұл саналады. Не бұл? Тәтті, кәмпит, манго. Саналады. Пакет па? Пакет. Кішміш. 10. Жаңғақтар. 11, иә. Нождау да сондай. Не албаған, ё-моё, Таиландқа алып кеттің ба, ё? Неше болды? 12 болды. 12 болып кетті. Тағы 14. Өрік. 15. Пісірілген. Сухофруктыға тойылған өрік. Мейіз. Неше? В общем, 15-16 болып кетті. Сетсе айтшы кім жеңді? Сен жеңдің. Кім? Аружан жеңді. Мен қалыратыңы? Достар, осылай мен жеңдім. Осылай саудаласа білу керек. Негізі базарға бардыңыз ба? Бірінші міндет саудаласам деген ой болу керек те. Саудаласып, жеңілдік сұрап алу керек. Бұл ақсын жеу емес адамның. Бұл жай ғана саудаласу. Дәл қазір біз Тараз қаласының қақ ортасында орналасқан форель қожалығына келдік. Қазір өзіміз сазан балықты форельді аулап, оны пісіріп, бір демалып қайтамыз. Ал сіздер біздің бірге болыңыздар. Бұл атмосфераны бізбен бірге сезініңіздер. Ал дәл қазір не істеймін? Мен Аружанға балық аулауды үйретемін. Айтпақшы, иә, достар, мен өмірімде бүгінгі күнге дейін бір рет балықты аулап көрмедім. Сен маған дұрыстап үйрет. Ондай прям қиындығы жоқ. Көрейік ал. Балық аулау үшін не керек? Әрине қармақ керек. Оны не істейміз? Тұру керек па, отыру керек пе? Жоқ, тұрып та болады, отырып та болады. Бірақ енді тұрғанымыз дұрыс болар. Короче, міне Сен маған айт. Мынау. Ой, мен қайтыстап тұрмын ғой. Не, қара. Ашылады және жабылады. Біріншіні былай настайсың. Оң қолмен, иә? Иә, оң қолмен тартасың, жіп тастап тұрасың. Және мынаны ашасың. Мен ашып тұрған жоқ па? Жоқ, жабық сен. Садым. Ашық тұр ғой менікі, өзің білесің бе аулап? Мен білетін тұғым, өзгеріп кетпесе. Мен кімге сендім? Қадыр, сенкі, енді ашылды ғой. Мен жатастырып. И мынаны артыңа апарасын. Мен іліп алма. Осыны алдыға лақтырасың да, лақтырған кезде жіп жібересің. Хорошо? Бірден ба? 1, 2, 3 дегеннен кейін. 1, 2, 3. Менікі қайда? Менікі анауға кетті. Мынаны жап енді. Қазір. И жай тартасың дейді. Менікі мына жерде тұр, тұра берсін ба? Тұра берсе де болады, или қаттырақ ары қарай лақтырсаң да болады. Лақтырып көрейін, е? Давай, көр. Менікі ана жақта тұр, мен оны тұра беретін сияқты, бақылда менікі. Бауқа қара. 1, 2. Сазан!
Қайда кетті? Күлме! Жа сен неге андай алло яқа лақ тұрған сияқты боласың да, бірақ дәл қасыңа түсіп Мен отыр. қайдан білейін? Көрдің да, оның бәрі опытпен келеді. 1045 менің Попыткам. иә балғалауым. Нағыран жан кетір жан. Тағы Ема. Амайла. Ема. Біз бағана балық ұстадық форельді. Сол балықты бізге бірден алды да апарып, қуырып, күшті еще андай не дейді? Сыртын ұнға батырып, және қытырлақ қылып істеп берді дайындап. Әкелеріміз дайындайтындай ма? Иә, мен мамам істейді. Мен өтежекші. Мен дәмін көрейік. Иә. Бауканың аулаған балығы. Иә, Негізі бұл форель дейміз ғой, бірақ негізгі қазақша аудармасы бақтақ. Бақтақ? Бақтақ балығы. Давай. Ас болсын? Давай. Ал, бисмилля. Өзіңнің андай еңбекпен ұстаған балығың тәтті болады екен. Қарным аш, мә, қандай күшті қараңыздаршы. Балығын сочный. Мына берші. Достар, егер Таразға келсеңіздер, міндетті түрде осы жерге келіңіздер. Ал біз кеттік па? Ғашықпын саған, ғашықпын еркем өзіңе, Алматы қала, куә боп біздің сезімге, саябақтағы қосақ қолардың ізімен, жүзейік жалы, арада сезім. Құрметті көрермендер, мына керемет көріністі байқап тұрған шығарсыздар. Біз дәл қазір Тараз қаласынан 40-45 шақырым жерде орналасқан Теріс Ащыбұлақ деген жердеміз. Негізі бұл жерді біз әлеуметтік желіде көргенбіз, өте әдемі көрініс болды. Бұл қай жер деп біз іздедік, келдік. Жалпы бұл жерге қала тұрғындары, туристер келіп, арнайы балық аулап, дем алып, рахаттанып қалады. Негізі жалпы Тараз тұрғындары сіздер бақыттысыздар. Осындай көріністі келіп көре аласыздар, түсе аласыздар суға. Ал біз жетісе алмаймыз. Таразға үлкен рахметімді айтам. Неге өткені табиғаты ерекше, талдар көп, таза ауа. Бас адамдары өте жайлы, қонақ жай. Қайда бармайық, ашық жарқын, тек қана рахмет, қош келдіңіздер деп айтып отырады. Бәріне қызық, не түсіріп жатырсыздар деп. Жалпы Тараз қаласының барлық тұрғындарына рахметімізді айтамыз. Мынандай бір стереотип бар ғой. Тараз қаласы дамымаған, ескі, тек қана үлкен кісілердің қаласы дейді. Біз өзіміз көзімізбен көрдік. Бұл олай емес. Тараз өсіп жатыр, дамып жатыр, адамдары жақсы, ешқандай қуда емес, ешқандай еріншекті емес, керісінше өте еңбекқор адамдар. Үлкен туристік орынға айналатын үлкен қала шаһар болады. Бір уақыт беру керек бастысы, кішкене. Тек қана осы бар байлықты сақтап, оны ары қарай дамытайық болды. Міне достар, осылайша Таразды бірге аралап шықтық. Көне тарихы мен қазіргі тіршілігі тоғысқан ерекше қала екеніне тағы бір көзіміз жетті. Ежелгі ғимараттар, тыныш көшелер, жайлы атмосфера, бәрі жүректі жылытатындай. Ал егер демалып терең тыныстап, өткенмен сырласқың келсе, Таразға жол тарт. Бұл қала бір келген жанды қайта оралдырмай қоймайды.
Зор қылып қойшы, зор. Ашсай. Сонымен қалай? Құрметті көрермен, осымен Тараз қаласында саяхатымыз тәмам. Енді бір қорытындылайық. Біз қайда болдық? Біз Айша бибі кесенесінде болдық, Бабаджа хатун кесенесінде, Қарахан кесенесінде болдық. Сосын базарында болдық, саябақтарында болдық, көптеген қызықты жерлерінде, ескерткіштерін біразын көрдік. Әулиеата, Тектұрмаста болдық. Жалпы біз сіздерге жақсы атмосфера сыйлай алдық деп ойлаймыз. Және де достар, егер осы біздің түсіріп жатқан влогтарымыз ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, подписка жасап қойыңыздар. Және де келесі біз қай қалаға барғанымызды қалайсыздар? Жазып кетіңіздер. Біз асыға күтеміз. Сау болыңыздар. Рахмет үлкен. Сау болыңыздар.